Қазақстанның фармацевтика өнеркәсібі соңғы 10 жылда ауқымды модернизациядан өтіп, экономиканың маңызды бөлшегіне айналды. Аталмыш саланың нарығы Орталық Азияда ең ірі болып саналады. Соңғы 5 жылда басты фармацевтикалық өнім өндірісі қарқынды дамып келеді. Жыл сайынғы өсім шамамен 10%-ды құрап отыр. Қазіргі таңда аталмыш салада 96 кәсіпорын жұмыс жасап келеді. Бұған қарамастан, Қазақстан дәрі-дәрмек импортына тәуелді. Импорттың орташа үлесі шамамен 80%-ды құрайды. Ең көп үлес Германия, Ресей және Францияға тиесілі. Отандық фармацевтика нарығын жетілдіру мақсатында 2025 жылға дейін кешенді жоспар құрылды. Қазақстанның денсаулық сақтау саласының инвестициялық әлеуеті зор. Мемлекеттік қолдауының арқасында бұл сала қарқынды дамуда. Еліміздің фармацевтика саласының үнемі жаңартылуы бұл саланың шетелдік капитал үшін тартымдылығын өсіреді. Мәселен, әлеуетті жобаларды жүзеге асыратын инвесторлар біраз жеңілдіктерге ие болады. Бұдан басқа, фармацевтикалық өндірісті нығайту мен импорттық тәуелділікті төмендету мақсатында дәрі-дәрмек және медициналық өнімдерді сатып алу бойынша ұзақ мерзімді келісім шарттар іске асырылуда. Польфарма, Келан Фармацевтикал, Абди Ибрахим және тағы басқа халықаралық компаниялар еліміздің серіктестері болып табылады. Шексіз мүмкіндіктер елі Қазақстанға қош келдіңіз!